Салангани алтын балық рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 450 грамм көксерке балығының еті, 250 грамм пияз, осы мөлшерде сәбіз, 75 грамм сары май, 230 грамм ірімшік, 1 бума ақ желкен, 100 грамм зәйтүн майы, 50 грамм майонез, 2 бөлік сарымсақ, 1 ас қасық паприка және тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы дайындау үшін ет турағыштан өткізілген көксерке етіне пияз, ұсақ үккіштен өткізілген сәбіз, паприка және дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз. Сонан соң барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында өнімнің орамын жай ғана бір-бірінен ажырата отырып, салманы тығыз салуды жалғастырамыз. Әр өнімнің ішіне 4 грамм сары май, аздап туралған ақ желкен және үккіштен өткізілген ірімшік қосамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік таба ыдыста зәйтүн майына 100 грамм пияз бен 100 грамм сәбізді 2-3 минут қуырамыз. Сонан соң қуырмаға тігінен және бір-біріне тығыз етіп саланганиді орналастырамыз. Абайлап қайнаған ыстық су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап қақпағын ашып, 5 минут қатты отта, әрі қарай 8-10 минут қақпағын жауып, бәсең отта қайнатамыз. Дайындалған майонезге сарымсақ қосамыз. Әр өнімнің үстіне оны аздап саламыз. Саланганиді ыдысқа абайлап, түбінен демей отырып салыңыз. Тағамды ыстық күйінде майонезбен немесе сарымсақпен ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.